Like a Hellcat. Hey сәлем достар, сіздермен бірге қазақ KZ. Бүгін әрине көп адам басқысы келеді, бірақ басан десе оны сатып алу керек болады. Міне плеймаркетте көрсең оны қазір міне басқан серіп кетті. Крафтик міне ол ақшамен болады. Әрине мен қазір мұны Майнкрафт өшірмеймін, неге десеңіздер, ол маған керек. Оған мен видео түсіріп жатырмын. Қазіргі таңда бүгін видео түсірдім Майнкрафттың, сондықтан бұны өшіруге маған болмайды. Ал мен сіздерге қазір Google'дан қалай взлом түрін, взлом емес, енді былай тегін сатып алу керек, тегін тартып алу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін сіз былай кіресіз, Google'ға кіріп Майнкрафт қандай версияны таңдаңыз, 1.16.100.50 ма, қандай болса өзіңіз білесіз, қандай таңдайтын болсаңыз. Мен мысалы 1.14.7-мен ойнаймын. Тур бұл емес, енді басқа түрмен ойнаймын. Енді сіз былай, егер осыны тартам десеңіз, мысалы мен сіздерге қазір 1.16-та қазіргі дамып жатқан көрсейін. 1.16.100.50-ден кейінгілерді достар басушы болмаңыздар. Ол өтірік әншім, бірақ кірет, бірақ оған сіздер мод жалғай алмайсыздар. Модқа кіретін болсаңыздар, Майнкрафттан қайтып шығарып тастай береді. Мод жалғай алмайсыздар. 1.50-ді ғана бассаңыздар, мод әдемі кіреді. 1.50-ден жоғары еш болмайды достар. Оны ешқашан баспаңыздар. Достар, осылай. Міне осыны басамыз, скачат. Мен басып қойғам, әріде бұны басып қойғам. Мен былай көрсіз қойыңыз. Скачатты басып, міне менде 1.150 басып қойғам. 1.57 басқан, бірақ қате өліп шықты. Сондықтан достар, осыны басасыздар, скачат деген басасыздар. Міне осы толады. И нәлерден скачат деген шығады. Скачат файлов шығады. Дәл солай басыла басайды. Сіздерге өтірік болмасыны көрсейін бәрін. Реклама шықты. Достар, осылай менде логотип отыр қазір. Шығарып. Мен достар, бағанағы қайтып басын істеп жатыр. Мен енді 1 секунд 0 дейді. И скачат файлов деп шығады. Мен осыны скачат файлов деген басасыздар. И мені Майнкрафт 1.16.150 аркади еще раз дейді. Скачат. Мені исправят. И мені көкпен жазылған басатын болсаңыздар. Басылып атқан шығып тұрады мені. И достар, мені исп басамыз. Менде сет нашар болып тұрсаңыздан енді бір батыр, ал сіздерде сет жақсылатын тез сауатын болды достар. Ойнамаңыздар, бұл өтірік емес. Мен де басқам, ойнағам. Қазір мен бірақ оны басып ойнағым кеп тұрған жоқ. Оны басылғаннан кейін сіздерде Майнкрафт P болатын болса, Майнкрафт P-ның орнына басқасын нәрсеңіздер, Майнкрафт P-ны обязательно өшіріп тастаңыздар достар. Өйткені Майнкрафт P болмаса, бұл Майнкрафт 1.16.150 басылмайды. Неге? Себебі Майнкрафт, сізде 2 Майнкрафт бірден телефонға жүктелмейді. Тек бірақ Майнкрафт қана жүктеледі. Сіз 2 Майнкрафт бірден жүктейтін болсаңыз, телефоныңызға вообще кірмейді ашып айтқанда. Сіздер бағанағыдай 1.16.150-ден жоғарыны еш басушы болмаңыздар. Өте тиым саламын, вообще басушы болмаңыздар. Ал сіздерге менің бұл видео ұнаса, сіздер маған лайк пен коммент басып кетіңіздер достар. Мен сіздермен болғаныма өте қуаныштымын. Ал чао достар.